Сәлеметсіздер, мен сүйікті нәрөздарым, қалдарың қалай, мен құрметті оқушыларым. Бүгін біз 9 сыныптың биотехнология бөлімін тарауын өтеміз. Ал бастайық, бұл 13-ші тарау. Егер сендер мені бірінші рет көріп отырсаңыз, мен әр видеода айтамын енді, бірінші рет емес деп ойлаймын енді. Менің атым Ерік Әділ, осы YouTube каналының авторымын. Қысқаша айтсақ, мен биологияны түсіндіремін, ұбт-да сендерге бал көтеруге көмектесемін, дайындаймын. ЖБТ-шбалар мектептегі биологияны түсіндіремін. Жалпы биология түсінуге қарапайым тілмен, жеңіл, өте тез. Осы барлығы менің қолымда. Ал бастайық енді. Енді менің атым Ерік Әділ екенін ұмытпаңдар. Мен айтайын тағы да. Так, бүгін біз биотехнологияны өтеміз. Жалпы биотехнология не екенін еске түсірейік. Биотехнология дегеніміз бұл тірі ағзалардың арқасында пайда болатын өзгерістер. Яғни біз қарапайым биотехнология дегенде сендер технология жасанды түрде бір нәрсені жасау, селекция келеді. Бұл дұрыс, иә? Бірақ та биотехнология не дегенде сендер ойламаңдар. Бұл какой-то бір биологиялық нысан немесе ағзамен алады да жасанды технологиямен оны өзгертеді деп ойламаңдар. Биотехнология дегеніміз бұл тірі ағзаның арқасында басқа тірі ағзаны өзгерту, жаңа қасиетке әкелу, қарапайым түрде осы болады. Және оның түрлерімен танысайық. Алайда оның алдында біз алдыңғы видео генетика тарауында бір тақырып қалған екен. Мен осы тақырыпты генетикаға емес биотехнологияға енгіздім. Себебі ол биотехнологияға жақынырақ болғандықтан мен оны осы видеоға қостым. Сол үшін шошып қалмаңдар. Ой, сен бір тақырыпты ұмытып қалдың, анау-мынау деп айтпай қойыңдар. Мен оны өзім қостым солай. Бірінші термин гетерозис. Гетерозис дегеніміз екі туыс емес, яғни екі әртүрлі дараларды будандастыру нәтижесіндегі күрделі монстр бұл күрделі ғой. Ана қоя мен шошқаны қоссаңдар, құдай сақтасын қандай мутант шығады. Анау бетіне қарап шошып тұрмын уже кішкене елестетіп көрсем. Және осындай мутанттар гетерозис арқылы пайда болады. Екі түрлі будамен пайда болады. Осы мутант өнімділігі, тіршілік қабілеті өте жоғары. Себебі олар жаңа қасиетке тән болады. Енді қараңдар, екі туыс емес даралар дегенде ана жақтағы бір басқа ағзамен емес, бұл қарапайым бір туысқа жататын, бірақ бір түр емес. Мысалы қарапайым, мысалы шетелде өсетін құлпынайды және Қазақстанда өсетін құлпынайды будандастырсақ, ол гетерозисқа кіреді. Себебі екеуі туыс емес, бірақ та екеуі де құлпынай. Енді түрлері әртүрлі, бірақ туыстары бірдей. Систематика, жүйелену туралы айтсақ, және олардың әрине өнімділігі, тіршілік қабілеті жоғары, олар өте мықты. Суретке қарасаңдар. Тұқым қуалайтын бағыт, не дейді? Мына жерде қате достар. Тұқым қуалайтын дейді, жоқ, бұл тұқым қуалмайтын. Жалпы осындай будандастыру, биотехнологияда болатын өзгерістер негізінде көбісі тұқым қуалмайды. Себебі тұқым қуалағанда олар тура сол ағзамен ұрпақ беру керек, ал ол болмайды. Егер біз оны тәжірибелерде қолдана берсек, ұрпақ болмайды. Осы мысалы сіз бір мутант жасайсыз, осы мутант өліп қалады. Сіз онымен қолданасыз, сосын ол не істейді? Ұрпақ қалдыра алмай жойылып кетеді. Мысалы суретке қараңдар, екі түрлі мутанттарды қосып, ол екі түрлі туыс емес дараларды будандастырып, бір ұрпақ жасап тұр. Және бұл гетерозис. Ал енді мутагенез деген бар. Мутагенез бұл типа сондай, бірақ ол басқа түр. Бұл жағдайда мутагенез бұл уже қарапайым мутацияға бағытталған. Мутагенез мутация сөзінен шыққан. Яғни мутацияға ұшырайтын түрлері. Бізде бірінші мутагенездің түрі бағытталған мутагенез. Бағытталған мутагенез дегеніміз бұл мутация мөлшерін саналы түрде арттыру, ағзаның ерекшелігін сақтау. Біз білеміз ғой, мутация бұл негізінде нашар. Себебі ол өлуге келеді, хромосоманың толық жойылуына келеді, және ол ауруларға әкелуі мүмкін, өлуге әкелуі мүмкін. Бірақ егер саналы түрде қолдансақ, бұл мутагенез. Осының арқылы біз не болады? Ағзаның ерекшелігі сақталады. Мысалы, өліп бара жатқан ағзаларды біз мутагенез арқылы сақтай аламыз. Алайда олардың тіршілік етуі өте ұзақ, өте қысқа, себебі олар ұрпақ қалдыра алмайды және қоршаған ортаға бейімделе алмайды. Олар әлсіз. Және бұл түрі жануарларға аз қолданылады. Себебі жануарларда ол көбінесе теріс мутацияға келеді. Ал өсімдіктерде ондай жоқ. Өсімдіктер екінші, үшінші бір гүлі шығып қалса, бәрібір өмір сүре алады. Ал мысалы жануарларда бір екінші аяқ, үшінші қол пайда болса, білмеймін енді, бұл уже
теріс мутация. Сол үшін ол, даже гетерозис өзі өсімдіктерге тән көбінесе. Келесі түрі жасанды мутагенез. Жасанды мутагенез бұл уже будандастыру емес, бұл қарапайым жалпы микроағзаларды, яғни бактериялар, микробтар, саңырауқұлақтарды нысан ретінде қолданылатын мутагенез. Яғни бұл тоже мутацияны арттыратын тәсіл, бірақ жануар мен өсімдік емес, бұл микроағзаларды және саңырауқұлақтарда болады. Осының арқасында біз көптеген өнімдер аламыз, жаңа түрлер аламыз. Мысалы, бактерия бұл зиян зат. А может быть, жасанды мутагенез арқылы біз бактерияның жағымды түрін аламыз. Может быть, қоқыстарды жоятын бактерияның түрін ашамыз. Немесе адамда инсулинді төмендететін, немесе рак, обыр ауруына қарсы болатын бактерияны ашамыз. Может, осының арқасында біз адамдарды емдейміз деген сияқты болады. Немесе саңырауқұлақтардың бір қорғаныш, немесе дәрілік түрлерін ашамыз. Ол да болады. Пенициллин аламыз, антибиотик. Келесі сендерде полиплодия. Полиплодия бұл мутагенез нәтижесіндегі хромосома санын артуы. Диплоидты полиплодия бұл 2 есе, 2n. Триплоидты полиплодия бұл 3 есе, ал тетраплоидты полиплодия бұл 4 есе артуы. Қараңдаршы, міне мына суретте берген қарбыз. Яғни триплоидтан тетраплоидқа және керісінше деген сияқты берген. Мына жерде хромосома саны артқан сайын бізде қарбыздың мөлшері артады және қасиеттері жақсарады. Жаңа сорт алынады. Яғни полиплодия арқасында біз қарбыздың өнімділігін, қасиетін арттырамыз. Жақсырақ жаңа қарбыз ала аламыз. Оның дәмі, оның пайдалығы өте күшті болады. Осы полиплодия. Бірақ ол мутагенез нәтижесінде, мутацияға ұшыраған негізінде. Бірақ полиплодия тоқтамай жүре берсе, ол мутацияға өлуге әкелуі мүмкін, себебі хромосома саны негізінде ағзаның қасиетіне тәуелді емес. Егер ол арта берсе, керісінше жағымсыз жағдайларға әкеліп қалуы мүмкін. Енді қараңдар, продуценттерден, яғни өсімдіктерден бізде сорт алынады. Сорт дегеніміз мәдени өсімдік. Сорт. Жаңа түр, жасанды жолмен алынатын түрі. Консументтерден бізде асыл немесе қол тұқым алынады. Асыл тұқым немесе қол тұқым. Бұл жалпы жануарлардың түрі, жасанды түрі. Ал редуценттерден, яғни саңырауқұлақ пен бактериялардан штам. Жаттап штам алынады. Штам ол жасанды түрі. Жаттап алыңдар, себебі 11-ші сыныпта осы тақырып өте көп қолданылады. Сол үшін мен штам, сорт, асыл тұқым деп айтсам, ұмыт қалмаңдар. Әр ағзадан әр түрлі жасанды түрлер алады. Және олардың атаулары басқа, ерекше. Енді бізде жалпы Карпиченко деген ғалым бар. Карпиченко ғалымы ол 1924-25, яғни 1 жыл ішінде полиплодия құбылысын 40 қабат шомырдың түр аралық будандастыруын түсіндірген. Яғни жалпы ол қалай айтуға болады? Осы қарбыз жалпы Карпиченко қарапайым тілмен айтсақ, осы полиплодия құбылысын ашқан. Қалай ашқан десеңдер, осы 40 қабат шомырдың түр аралық будандастыру арқылы жасаған екен. Ол жалпы бізде қарбыз емес, бұл есек пен жылқының будандастыру нәтижесі. Қараңдар, полиплодия бұл мутагенездің нәтижесі ғой. Ана жерде қара, есек бұл басқа, жылқы басқа. Екеуі де мүмкін жылқы тәрізді туысқа жататын болса да, екеуі де түрлері әртүрлі, яғни туыс емес даралардың будандастырылуы бұл не? Бұл мутагенез ғой. Бірақ мутация болады бізде. Гетерозис бұл кішкене басқаша. Және осы есек пен жылқыны будандастырғанда мул пайда болады. Міне, күшті ғой? Мул жалпы ол тек қана полиплодия емес, сонымен қатар конъюгация нәтижесінде пайда болды. Конъюгация біз не екенін білеміз, еске түсіңдер. Бұл гомологты хромосомалардың бір-біріне өрілу, жақындау процесі. Және осы арқылы бізде жануарлар, өсімдіктер көбеюі да мүмкін. Конъюгация тек қана хромосоманың миоздағы бір кезеңі емес, бірінші профазадағы. Бұл сонымен қатар көбеюдің түрі де мүмкін. Просто бір-біріне жабысып өрілу. Және оның диплоидты гаметалары тетраплоидты зиготтаға айналған. Полиплодия, яғни 2 есе артты. Алайда тұқым қуалмайды.
мен айтқандай осы мул тұқым қуалмайтын түрі, жасанды түрі. Оны тек қана тәжірибелерде қолданады. Сонымен қатар келесі сендерде міне тритикале. Тритикале деген бұл қара бидай және бидайдың будандасы. Екеуінің қосылған буданастырылған буданы тритикале. Да? Қарапайым қара бидай мен бидайдың екеуінің қасиеттерін қосып, жаңа қасиет одан сайын мықты бидайдың түрін тритикале деген түрін ашқан екен. Так, жалпы тағы сендерде қараңдар. Мынау суретке қарайшы, қараңдар. Бізде плазмида деген бар. Плазмида дегеніміз бұл қосымша ДНК-ның элемент. Бізде айттық қой, ДНК әр ағзада бар. Даже бактерияның өзінде сақиналы ДНК болады. Ол нуклеозид деп аталады. Нуклеозид деп аталады. Бұл ДНК. Бірақ жалпы ДНК тек қана көбею емес, какой-то бір жағдайда ол нәрөз биосинтезіне көмектесуі мүмкін, дененің сақталуына қатысуы мүмкін. Қосымша ДНК-лар, яғни көбеуге қатыспайтын, олар тоже болады адамда. Бактерияларда олар плазмида деп аталады. Яғни нуклеозид, сақиналы ДНК көбеуге қатысатын негізгі ДНК, бірақ қасында нүктелік кішкентай ДНК-лар бар. Бұл плазмида. Олар да экспериментте қолданылады. Және осы біздің тәжірибеде қараңдар, плазмиданы кесті, ДНК-ларды кесуге болады. Бұл рестриказа немесе эндонуклеаза, экзонуклеаза деген осы үш фермент арқылы ДНК-ны кесуге болады. ДНК өзі спираль тәрізді зат қой, оны кесуге болады. Ол домалақ сияқты оралса да бәрібір. Оны кесуге, кішкентай бөліктерге бөлуге болады. Бұл осы қайталайық. Рестриктаза, экзонуклеаза және эндонуклеаза. Эндо ішкі, экзо сыртқы. Нуклеаза және рестриктаза. Осы үш фермент бізде плазмиданы, ДНК-ларды кеседі. Біз оны кестік, сосын не істедік? Оған тіктік. Нені тіктік? Гендерді тіктік. Біз тоже генді алдық, оны тоже рестриктазамен немесе экзонуклеазамен кестік. Потом оны не істедік? Плазмиданың кесілген бөлігімен тіктік. Тігу, ДНК-ларды тігуге болады. ДНК-ны тігетін фермент лигаза деп аталады. Осы лигаза арқылы біз плазмида мен генді бір-бірімен қостық. Сонда біз көбеуге қатыспайтын ДНК, яғни плазмиданы алдық та, оған генді қостық. А ген көбеуге қатысады. Ұрпақтағы тұқым қуалаушылық ақпаратты сақтайды. Екеуін бір-бірімен қосып, уже көбеуге қатысатын плазмиданың жаңа түрін алдық. Биотехнология жасадық. Екі тірі ағзаны бір-бірімен қостық. Сонда бізде не? Бактерияға оны енгізді, бактерия жаңа қасиетке тән болды. Бұл уже мутагенез деп те айтуға да болады бір жағынан. Себебі біз мутацияға ұшырайтын бір жаңа іс-әрекет жасадық. Және сонымен қатар сендерде тағы да бір фермент бар, полимераза. Бұл ДНК-ны синтездейтін фермент, яғни ДНК-ны жасай беретін, құрайтын фермент осы полимераза. Полимер, күрделену, полимераза, полимерлер жасай береді деген сөз. Болды. Сендерде тағы инвитро деген сөз бар. Инвитро дегеніміз бұл гендік инженерияда, ол не екенін білеміз, секірсін айтқан. Гендік инженерияда қолданылатын әдістің түрі. Осы инвитрода бізде сынауықта, немесе чашка Петри деген ыдыста бактерияларды, гендерді, яғни жалпы гендік инженерияда бүкіл эксперименттер, бүкіл тәжірибелер осы инвитро әдісі арқылы болады, және олар сынауықта немесе чашка Петрида болады. Келесі сендерде трансплантация. Трансплантация не екенін мен айтқам 8 сыныпта. Тоже бұл белгілі бір ағзаның мүшесін басқа ағзаға қондыру. Және трансплантация арқылы жануарлар биотехнологияның жағымды жағы. Себебі мен бір қойдың бір мүшесін басқа қойға қондырсам, сол қой жаңа қасиетке ие болады да, оның жаңа түрі пайда болады. Сонда трансплантация өте күшті. Ол биотехнологияның жағымды жағы. Ол жаңа түрге келеді, қасиетке келеді, және сол түрдің қасиетін ұрпағын арттырады. Ал клондау дегеніміз бұл қандай ағза? Тура сол ағзаны клон түрде, копия түрде шығару. Мысалы, бір өсімдіктің түрін алайық, тура сол өсімдіктің түрін алсақ, бұл копия, яғни клондау әдісі. Және клондау әдісі арқылы өсімдіктер жыныссыз көбейеді, біз оны білеміз. Бірақ ол биотехнологияда жағымсыз. Себебі оның пайдасы аз,
ешқандай жаңа қасиетке әкелмейді, жай ғана болады. Оны микроағзаларды қолданады, себебі оларды көбейтіп экспериментте қолданады. Бірақ жалпы жануар мен өсімдіктерде ондай жоқ. Және қараңдар, бізде Ушмут деген ғалым бар. Ол 1997 жылы Шотландияда бір қойдың, суретке қарайық. Мынау бізде ақ тұмсық қойының сүт безін алады да қара тұмсық қойына қондырады. Және осы арқасында бізде қара тұмсық қойы өзгереді де жаңа қасиетке тән болады. Жаңа қойдың түрі пайда болады. Және осыны Ушмут трансплантация арқылы жасаған, дұрыс қой. Және осы қойды Долли деп атаған. Оның аты Долли. Ол қазір өмір сүріп жатыр. Бірақ ұрпақ қалдырмайды. Шатаспасам, иә. Қараңдар, тура солай осы жылы, 1997 жылы, бірақ Шотландияда емес, ақш-та бізде бұзауды алады. Тоже трансплантация арқылы бұзаудың түрін алады. Оны рен деп атайды. Рен. Тоже трансплантация әдісі арқылы. Так, енді заманауи микробиология пайдасы. Біз қазіргі кезде микробиология бағыты бойынша біз микробтың синтезі арқылы, микробтарды құру арқылы біз жаңа препараттар, дәрілер, ауруларға қарсы күресетін әдістерді шығарып жатырмыз. Бұл өте мықты. Я. Так. Енді мынау қарайық. Мынау кішкене қиындау, бірақ мен түсіндіріп беремін. Бұл кесте сендерде жалпы қойдың гендік модификациясы берілген. Бұл әдісті мен препарат алу әдісі деп атайық. Неге? Қараңдар, бізде жалпы бета-лактоглобулин деген зат бар. Бета-лактоглобулин лактоза сөзінен шықты, яғни сүттің құрамындағы нәрвіз, бірақ ол аллергия тудырады, өте қауіпті. Адамда осы бета-лактоглобулин аурусы бар. Не істейді? Бірақ оны емдейтін бізде ААТ гені бар. Яғни альфа-1 антитрипсин деген ген бар. Бұл адамды емдейтін нәрвізді зат. Және ол өзі нәрвіздерді бөліп отырады, осы ААТ гені нәрвіздерін бөледі. Және қараңдар, не істеді? Бізде жалпы қойды алды да, осы қойдың ішіне бізде не істеді? Осы ААТ генін салды. Осы ААТ генін салды. Және қараңдар, осы альфа-1 антитрипсин генін алады да, осы қойдың не істейді? Зиготасына пронуклеус деген. Пронуклеус бұл ұрықтанған ядро. Яғни жұп ядро. Жұп зигота, бұл зигота, қарапайым. Яғни эмбрионның айтатындай ядросы. Осының ішіне зиготаға бізде осы жасанды альфа-1 антитрипсин генін салады. Сосын осыны бізде қойдың ішіне енгізеді. Қой осы зиготаны эмбрион түрде ішінде асырайды. Сол үшін бұл қойды суррогатты қой деп атайды. Суррогат дегеніміз бұл ұрық асырайтын зертханалық дара. Сосын осы қой көп жылдар бойы осы зиготаны, осы ішіндегі баланы, жасанды зиготаны не істейді? Асырайды, ішінде дамиды. Және осы ішіндегі зигота осы ААТ генін бүкіл денеге тасымалдайды. Сосын осы қойдың сүтін алғанда, сүттің құрамында көп деген осы ААТ гені синтезделген. Потом осы сүтті тазартады да, сүттің ішінен бізде сол сүттің бір бөлігін алады да, тап-таза ААТ генін алады. Сонда ААТ генін алу үшін біз қойларға енгізіп, олардың сүтінен ала аламыз. Сонда бұл жағдайда биотехнология әдісі біз дәрі препарат алу үшін біз не істедік? Тірі ағзаны қолдандық. Бұл биотехнология. Тірі ағзаның арқасында тәжірибе жүргізу. Бұл биотехнология. Сонда біз қойдың ДНК-сына, зиготасына біз жалпы енгіздік осыны генді, и осы сүттен сол генді алдық да, уже тап-таза дәрі препарат ретінде алдық. Және осы ағзаларды бізде трансгенді ұрпақ дейді. Яғни модификациялы қоршаған орта өзгерісіндегі тұқым қуалаған, зертханада қолданылған даралар, олар белгілі бір заттың синтездеуіне жауапты. Енді жалпы бактериялар туралы сөйлесейік. Жалпы бізде бактериялар шикізат өндіруде қолданылады екен. Оказывается, бізде уран, алтын және күміс, осы үш шикізатты
бактериялар арқылы өндіруге болады. Бактериялардың қабілеті осы үш заттың өндіруіне әкелуі де мүмкін. Алайда біздің қарапайым шикізат өндіру әдісі бактериялар арқылы өндіруге қарағанда жақсырақ енді. Сапасы төмендеу осы бактерияларда, бірақ мүмкіндігіміз бар. Жалпы биотехнологияның үш нысаны, яғни қолданатын үш нысаны заты бар. Біріншісі бізде суб жасушалық құрылым. Суб жасушалық құрылым бұл жасуша ішілік, яғни жасушаның ішіндегі органоидтер, ДНК, хромосома, көзге көрінбейтін кішкентай заттар. Оларды біз биотехнологияда қолдана аламыз. Келесі бір жасушалар бұл ұсақ ағзалар, яғни бактерия, вирус, хотя вирус ағза емес, бірақ оны қолдана алуға болады. Қарапайымдылар, амеба, эвглена деген сияқты, бодо, немесе бір жасушалы балдыр, хлорокок, хлорелла, осының бәрін қолдануға болады. Немесе көп жасушалы ағзалар бұл қарапайым біздің патшалықтарымыз. Бұл жануар, өсімдік, самұрық, құлақ. Так, енді бактерияларды біз жалпы көптеген түрлері бар. Ал енді танысайық. Біріншісі сірке қышқыл бактерия. Сірке қышқыл бактерия бұл этанолды сірке қышқылына ыдырайды. Кейін осы сірке қышқылының өзін көмірқышқыл газы мен суға сіркесу арқылы ыдырататын, бөлетін, сіркесу ететін бактерия. Яғни бір сөзбен айтсақ, этанол қанттың бір бөлігі, оны алады да сірке қышқылына, кейін оны көмірқышқыл газы мен суға ыдыратады. Бұл сірке қышқыл бактериясы. Келесі диазотрофтылар. Диазотрофтылар бұл азот бекітетін, яғни азотты сіңіретін бактерия. Олар азотты сіңіреді да көптеген өнімдер жасайды. Біз оны өттік. Біз сендермен жалпы айналым өттік қой, азоттың, көмірдің айналымдарын өткенде біз айтқанбыз. Атмосфералық бекіту, биологиялық бекіту деген өттік. Егер ұмытқансаңдар, видеоны қарап алыңдар. Келесі сүт қышқыл бактерия. Сүт қышқыл бактерия енді сүт қышқыл арқылы сүтті қышқылдайтын, сүтті бөлетін деп атауға да болады. Жалпы ол екі түрі бар. Стрептококус және лактобациллус. Опять лакто бұл сүт. Лактоза сөзінен шықты, Стрептококус бұл тек қана сүт қышқылын өндіреді, ал лактобациллус бұл сүттен басқа көптеген сүт өнімдерін, органикалық заттарын өндіреді. Келесі споралы бактерия, бізде анау спора емес, өсімдіктердің спорасы емес көбейетін. Бұл басқа. Споралы бактерия бізде қантты ацетонға, этанолға, изопропанға және N-бутанолға айналдырады, ыдыратады. Бұл споралы бактериялардың қызметі. Және олар тек қана қант емес, крахмал және пектинді қолдануы мүмкін. Пектин бұл жемістердің құрамында болатын тәп-тәтті иіс беретін қанттың түрі. Түрлі түсті болады. Бұл споралы бактериялар. Енді химияда өтетін шығарсың енді. Этанолды, изопропанды, N-бутанолды өтесіңдер 9 сыныпта. Ал ацетонды жоқ. Ол 10 сынып химиясы. Жарайды, енді соңғы түрі бұл патогенді емес топырақты бактериялар. Бұл қалдықтарды топырақтың астында жоятын түрі және олар қауіпті емес. Сонымен қатар осы бактерияларды бізде лизин амин қышқылын көзі ретінде қолданады. Яғни осы бактериялардан лизин амин қышқылын алып отырады екен. Бұл бактерияның түрлері. Ал енді осы диазотрофтыларды көрейік. Олар өздері жіктеледі. Диазотрофтылар бізде екіге бөлінеді. Симбиозды, яғни бір-бірімен жағымды қарым-қатынасымен тіршілік ететін азот арқылы, және қоректік, бұл еркін тіршілік етеді. Енді симбиозын қарастырсақ, ол қыналар. Қыналардағы симбиоз құрайтын диазотрофты бактерияларға бізде азотобактер, азоспириллум және анабена кіреді. Бұл қыналармен симбиоз құрайтын. Бұршақ тұқымдасымен симбиоз құрайтын бұл ризобиндлер. Сонымен қатар бізде үшінші қанды ағаш, жеде және шырғанақпен симбиоз құрайтын азот арқылы. Диазотрофтылар бізде актиниомицеттер. Актиниомицеттерде өттік. Бұл қант түзетін бактерия. Так, ал енді қоректік, яғни еркін тіршілік ететін бактериялар бізде екіге бөлінеді. Гетеротрофтылар, автотрофтылар. Біз оны айтқанбыз. Гетеротрофтыларға бізге жануарлар кіреді. Яғни жануарлардың қасиеті бұл дайын органикалық затпен қоректену. Олар тек қана қоректенеді, жейді болды, қолданады. Оған бізде азотобактер, кластридиум және метилобактер кіреді. Ал автотрофтылар бұл керісінше шикі органикалық затты дайын органикалық затқа өндіретін заттар. Мысалы, оған өсімдіктер. Өсімдіктер бізде суды, өлі затты тірі затқа, яғни глюкозаға айналдырады. Потом осы глюкозаны жануарлар жейді. Сондай өсімдіктер бізде автотрофтылар.
Оған бізде хлоробиум, хлоро сөзі шығып тұр, уже өсімдік балдарға қатысты, родоспириллум және амебобактер. Яғни гетеротрофтар қолданатын, автотрофтылар бұл өндіретін. Біз гетеротрофтыларды тұтынушылар дейміз, автотрофтыларды өндірушілер дейміз. Так. Енді кейбір бактерияларды, диазотрофты бактерияларды қарастырсақ, 3 түрін қарастырайық. Біріншісі анабена, немесе анабена, бәрібір. Анабена бізде жіпше тәрізді көк жасыл бактерия. Суретіне қарасақ, ол ұзын жіпше тәрізді бактерия. Және қарағанда оның денесі көп дөңгелектерден тұрады. Әр дөңгелектің ішінде бізде гетероциста болады, яғни осы қуыс, гетероциста қуыс, және споралары болады. Осы споралар арқылы олар қалай айтуға болады, өзінің қызметін атқарады, осы азотты бекітетін қызмет атқарады. Және қараңдар, оның ішіндегі цитоплазмасында анабенин деген қор зат жиналады. Ол гликогенге өте ұқсас. Қарапайым. Және жалпы бізде жеуге жарамды цианобактериялар, енді цианобактерия не екенін білесіңдер, бұл көк жасыл бактерия, олар фотосинтезге қатысады, симбиоздар. Және олардың екі жеуге жарамды түрі бар. Носток және спирулина. Достар, сендерде кітапта 3-ші түрі бар. Бірақ мен оны жазбадым, себебі кітапта қате. Мен апелляцияға бердім, әлі жауап келмеді. Жалпы носток және спирулина жеуге жарамды. Ал кітапта сендерде 3-еу жазылған. 3-ші түрі жеуге жарамсыз, өте улы қауіпті саңырауқұлақтың түрі. Цианобактерияның түрі, то есть, олар жеуге жарамсыз. Сол үшін мен жазған жоқпын. Спирулина алсақ, спирулина бізде анықтамасы оқиғыш, бұл өте көп анықтамасы. Спирулина бізде дихея деп Африкада алғашқы қолданылған. Кейін Мексикада өте сілті ортада өссе де, оның өнімі әрқашан жоғары бола береді. Және Мексикада оны галет деген түрін қолданған. Бұл қарапайым кептірілген балдыр. Және осы кептірілген балдыр екенін, спирулина осы кептірілген балдыр екенін галет деп аталатығын бізде Жорж Леонар ашқан, шатаспасам. Осы айтқан Жорж Леонар. Жалпы осы спирулинаны алсақ, ол бізде 65% нәрузден тұрады. Нәруз өте көп, өте мықты. Оны витамин ретінде көптеген жасанды спирулиналарды қолданады, аптекаларда сатады. 10% көмірсу, 6% пигмент, 4% липид, 3% талшық. Енді талшығы бар ғой қозғалатын. Және оның нәрузы Қытай бұршағының нәрузынан көбірек, сонда оның пайдасы өте көп. Жалпы күніне 1 метр квадрат жерінде 20 грамм осы спирулина кептірілген түрін алады екен. Олар энергияны сақтайтын биополимерді, яғни бета-окси бутират деген затты жинайды. Олар энергияны сақтайды, сол үшін нәрузі көп, жегенде энергияны береді адамға. Фармацевтикада спирулинаны бізде иммуностимулдаушы, яғни иммунитетті стимулдайтын, катализатор сияқты жақсартатын, арттыратын зат ретінде қолданады, және ол сплат деп аталады. Сонымен қатар сплат деген тіс пастасының аты бар. Ол спирулинада қолданады, оның құрамында. Міне спирулин суретін алсақ, міне жасыл түсі порошок. Оны нәруз өте көп, оны қолданады. Міне сурет осындай, сақиналы дента сияқты пішіні, оның өлшемі 100 нанометр. Ал анау біздің бірінші видеода біз жасушаның өлшемін есептегенде мына нанометрді алып, оның шынайы өлшемін алып беріңдер, микрометрмен. Мен комментарийға жаздырып, мен күтемін. Егер сіз сол видеоны қарап еске түсірсеңіз. Енді келесі бізде носток дегенде, бұл тоже кептірілген түрі, бірақ ол жалпы Жапонияда танымал. Бұл құнарсыз жерде, қыртысты, жанартау беткейіндегі қабаттарында жиналатын өсетін цианобактерия. Олар дегенде осы ностокты Жапонияда жейді, және оны тенгру арпа наны ретінде жейді. Тенгру десеңдер, жапонецтер сендерді түсінеді, олар тамақ қосатын бір зат ретінде қолданады. Қоректенеді. Суреті турысында, бірақ ол уже ДНК емес, бұл көптеген домалақтардан тұратын жіпше тәрізді. Оның пішіні кімге ұқсайды? Анабенаға ұқсайды, спирулин деді ғой, шатас кеттім. Спирулинан өзі спирила, яғни спираль сөзінен шықты. Осылай жатталыңдар. Сендерде кітапта продуцент бұл жұқпаға тұрақты және стерильдік қасиеті бар қоршаған ортаның бөлігі деп жазған. ОБТ-да осындай бір сұрақты шатаспасам көрген едім.
яғни қалай продуцент бұл өсімдік жұқпаға тұрақты, олар аурулардан көбінесе аурулар сақтайды, ауруларға қарсы шығады. Біз дәрілерді өсімдіктерден жасаймыз, стерильді қасиетті өсімдіктер өздерін тазартады. Транспирация арқылы тазартады, су арқылы тазартады, олар таза, ауруларды тасымалдамайды. Стерильді таза деген мағынада. Қоршаған ортаның бөлігі. Мен онымен толық келісемін. Енді саңырауқұлақтар тоже айттық қой, саңырауқұлақтарды, микроағзаларды, яғни бактерияларды біз қолданамыз. Осы биотехнологияда бұл жасанды мутагенез деп аталады, айттық алдында. Енді саңырауқұлақтарды қалай қолданады? Біріншіден бұл антибиотик. Пеницилл деген пенициллин саңырауқұлағынан аламыз, және цефалоспориндер деген антибиотик. Антибиотик бұл бактерияларды өлтіретін, ішке қабылдайтын дәрі. Екіншісі гибереллин және цитокинин деген ферменттер бар. Фитогормондар. Бұл фитогормондар өсімдіктің ұзаруын, дамуын жақсартады, және саңырауқұлақтардан жасанды осы гибереллин мен цитокининге ұқсас фитогормондарды алады. Бұл физариум және батритис деген саңырауқұлақтар. Үшінші каротиноидтер. Каротиноид бұл пигмент. Қызыл сары түсті пигмент, бұл хромопласттарда болады, сәбіздің құрамында болады, сонымен қатар көздің құрамындағы родопсин пигментінде болады, түс беретін, түс беретін емес, йодопсин деп болады, Және қараңдар, бұл каротиноидтер ретінде, яғни пигмент ретінде бұл астоксактин деген саңырауқұлақ түрінен алынады пигмент. Ол албырт балығының етіндегі қызыл түсті беретін пигмент. Қарапайым балықтың ішіндегі лосось, балығының ішіндегі қызыл түсті пигмент, бұл осы астоксактин деген саңырауқұлақ пигментінен алынады екен. Төртіншісі, саңырауқұлақ арқылы біз нәруыз аламыз, себебі ішінде нәруыз өте көп. Ірімшік аламыз, Қытай бұршақ соусын аламыз. Бесіншісі, пенициллдің өзінен біз рокфор және комамбер деген пеницилл тәрізді заттар аламыз. Яғни пенициллдің орнына біз рокфор мен комамбер деген заттарды алмастыра аламыз. Алтыншысы, ашытқы. Енді ашытқы білеміз, ашытқы ретінде саңырауқұлақтардың ішінде сахаромицеттер деген түрі бар. Бұл жалпы қантты кеуектерге бөлетін және көміршіл газ бөлетін түрі. Біз ашытқы ретінде қолданамыз. Оның 500 түрі бар екен. Және осы ашытқы сахаромицеттер бізде рибофлавин және никотин қышқыл деген витаминдерді В6 мен ПП дәрумендерін синтездейді. Сонда біз осы ашытқы арқылы тек қана тағамдарды ашытпаймыз, біз сонымен қатар витамин аламыз. Сонда олардың пайдасы өте көп. Ал қарапайымдылар туралы айтсақ, микроағзалар бұл біріншіден күйіс қайратын жануарлардың жалбыр шағында, қарын бөлігінде целлюлаза қызметін атқарады. Целлюлаза бұл целлюлозаны ыдырататын фермент. Сонда қарапайымдылар бұл фермент ретінде болады. Жануардың күйіс қайратын, мысалы сиыр, оның ішіндегі қарындағы целлюлозаны, жасұнықты, қантты, полисахаридті ыдыратады. Екіншіден трипаносома деген ісікке қарсы препарат жасайды екен осы қарапайымдылардан. Осы дәріні бізде куруцин деп атаған. Оны ашқан бізде Роскин, Клюва, Кудер және Мишель Брен деген ғалымдары ашқан екен осыны. Және жалпы қарапайымдылар әдісі дәстүрлі емес. Олардың орнына бактерияларды көп қолданады. Дәстүрлі қатарына кірмейді олар. Келесі инсулин өндіру әдісі. Инсулинді қалай өндіреді деген сұрақ болса. Бірінші, инсулин гормон адамнан алады. Потом, сосын оны бактерия ДНК-сына лигаза арқылы тігіп тастайды. Яғни инсулин гормон ДНК-ға тігіп тастайды. Потом оны бактерияның ішіне салады. Біз білеміз, бактериялар өте тез көбейеді. Олар әр 20 минут сайын көбейеді. Сонда олар осының арқасында не істейді? Инсулин гормон синтездейді. Сонда бактериялар көп көбейгенде инсулинді көбейеді, көп мөлшері болады. Сонда инсулинді біз көбею арқылы ала аламыз осы бактерияларда. Опять лигаза ферменті, тігетін фермент. Осы ферменттерді ұмытпаңдар. Бұл эксперимент мына суретпен сипатталады. Бұл жерде тура осы ғой, қарапайым бізде инсулин гормонын алады да, бізде осы не істейді? ДНК-сына емес, плазмидасына лигаза арқылы тігіп тастайды. И потом ол көбейгеннен кейін тазартылған түрде инсулин береді екен. Сонда көп мөлшерде тасымалдайды. Ал енді назарларыңызға рахмет, видео түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл өте қызықты, бірақ кішкене қиындау тақырып. Сіздерге сәттілік, енді түсінікті болды деп ойлаймын. Барыңызға рахмет.